ай соңғы қоңырау бүгін еліміздің бар мектебінде соғылды. Ал арман қуған қаншама жас түлек жаңа өмірге қадам басты. Әдеттегідей біздің үйде Әсел Ақбарова Және Айнұр Тұрсынбаева. Армысыздар. Көп жылдан кейін біздің үйде кімдер кездесті? Жақсы. Жақсы. Мұрат. Сабақтан қашудағы себеп қандай? Білмеймін, сол күні ішім ауырып қалды ма, мамам жібермеді ме, бірдеңе болды. 30 жылдық сыныптастар қандай ән шырқап? Еске алысып осындайда кел шырқайық бәріміз. Бүгінгінің мектеп вальсі қандай? Ата менен анадай аса қымбат мұғалім. Түлектер қандай мамандықты таңдайды? Болашақта журналистика факультетіне түспекпін. Мектеп бітіру кештері қандай стильде өтіп жүр? Оскар стилі, гангстер стилі жақсы өтеді. Мектебің мынау классың осында 10 жыл тұрасың, тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Деп ақын жырлағандай, бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары мектепке тарыдай болып кіріп, таудай болып шығып, және 30 жылдан кейін жүздесіп отырған сыныптастар. Біздің студиямызға қош келдіңіздер. Мектеп бітіргендеріңізге 30 жыл болды, е? Қай аймақта, қай мектепті бітірдіңіздер? Біз Қарағанды облысы Нұра ауданы Баршын деген елде туып өсіп, сол ауылдың мектебіне барып, сол мектепті Бірінші классқа бірге бардыңыздар ма екеуіңіз? Бірге барып, бірге бітірдіңіздер, е? 30 жыл болды мектеп бітіргендеріңізде. Былай қарасаң, 30 жылда дүниеге келген сәбидің қазір бір азамат болып, отбасын құратын жағдайы болып қалды, е? Немерелеріңіз бар шығар? Әлі әзір жоқ. Үлкен тұңғышыңыз қаншада? 30 жыл болды ғой мектеп бітіргенімізге. Жақсыздар. Тұңғышымыз енді 22-де. 22-де. Кеп қалыпты ғой сіздікі, е? Уақыт кеп қалды. Бірге қалды. Яғни 30 жылдың ішінде мен байқап отырмын, сөздеріңізден ажырамағансыздар, е? Балаларыңыздың дүниеге келгені бар, үйлену тойы бар, мектеп бітіру бар, бәрін бірге өткізіп жатқан шығарсыздар, е? Өзі жақсы дос дегеніңіз туыстан жақын болып кетеді, е? Туысты сен айына жылына бір көресің, досыңды күнде көресің. Сондықтан енді мен ойлаймын, қазір бір-біріңіздің білмейтін құпияларыңыз жоқ шығар? Жоқ. Жоқ, ол деймін осы. Жасырған ештеңе жоқ. Жалпы мектеп бітіргенде қанша оқушы болып бітірдіңіздер класста? 25 бала кірді. Анау мектеп бітіргеннен кейін өзі 10 жылдық, 15 жыл, 20 жыл деп жатады, соның әрқайсысын атап өтесіздер ме? Атап өттік. Атап өтесіздер. Яғни класстарыңыз, сыныптарыңыз ұйымшыл болған ғой, е? Ұйымшыл болды. Енді ұстаздарыңызды көп тұрасыздар ма? Біздің негізі бірінші сыныпта сабақ берген, ең бірінші қалай десем болады екен. Көзімізді ашқан, ілім-білімді үйреткен ұстазымыз Пағила Қасен о дүниелік болып кетті. Бірақ енді оның алдында ол кісі қайтпай тұрғанда барып тұрамыз. 10-шы сынып бітіргендегі ұстазымыз ол кісі ауылда тұрады. 30 жылдықты атап өтесіздер. 30 жылдықты енді ол мектептің қабырғасына барып ұстаздың жаңағы барып бетінен сүйіп қайтсақ та оның өзі бізге бір мәртебе емес. Ұстаз дегеннің өзі осыншалықты аналарыңыздай болып кетеді ғой. Қуанып қалады, е? Осы 30 жылдың ішінде енді класстарыңыздың жаңағы сыныптарыңыз түгелдей жинала ма, жоқ келмей қалатындар көп па? Жиналады. Алла амандығын берсе, мынау қазір енді өзіңіз білесіз, жұмыстың бабымен қазір енді сол ауылдың басына көп адам бара қоймайтын шығар деп ойлаймыз. Бірақ негізі хабар берілді. Ауылға барып, жаңағы мектепке беретін сыйлығымызды береміз. Өзі қай мектепте болмасын, оқу бітіргендердің өзінің бір тұратын орындары болады. Енді біз шамамыз келгенше жиналып барамыз, соңғы қоңырауда қатысуымыз керек. Сыныптастарыңыздың ішінде бір-бірімен құда болып жатқандар жоқ па ондай? Туыстық қарым-қатынасқа кетіп қалып жатқандар? Құда болып жатқан ешкім жоқ қой деймін, иә? Жоқ. Жоқ, құда болып жатқан. Балаларымыз енді өсіп жатыр, енді жаңағы сыныптастарымыздың үйіне жиналып, бір қонаққа кездескенде үйінде жүрген балаларына көріп, қалжың қылып айтамыз, біз саған құда болайық деп отырамыз, сырға саламыз, сондай әзілдеріміз бар. Негізі бізде немере сүйіп отқан балалар да бар. Бар, е? Бар, Құдайға шүкір, немере сүйіп отыр. Енді ондай немере сүю, үйлену, сондай бір қуаныштардан қалдырмайтын болады сіздердің сыныптастарыңыз? Қалмайсыздар, е? Қалдырса да қалмайсыздар. Қалмаймыз, өзіміз барамыз. Шақырады бар. Енді 30 жыл бойы бірге келе жатырсыздар. Бұл 30 жыл келе жатқан жоқсыздар ғой, сіздер 30 жылға дейін 10 жыл мектепте оқыдыңыздар. 40 жыл яғни, е? 40 жыл бірге келе жатқан доссыздар. 40 жыл дегеніңіз бір-біріңізді жақсы білетіндей мерзім. Сонша жыл дос болдыңыздар, бірге келе жатырсыздар. Бүкіл арада реніш деген болып қала ма, арасында болмай ма ондай? Есімде жоқ енді, балалық кезде болған шығар, оны енді кім есіне алып жатады?
екеуіңіз енді дос ретінде енді талай түнді талай күнді бірге өткіздіңіз, талай сырластыңыз, сөйлестіңіз деген сияқты. Сіздерге кішкене бір сұрақ қойып бір тест алайын деп тұрмын. Мысалы үшін сіз Мұрат, иә? Осы Мұраттың жан жолдасысыз. Мұраттың кішкентай жас бала кезіндегі арманы не еді? Жалпы қандай мамандық иесі болсам деп армандап еді, білесіз бе? Менің білетінім Мұрат негізі 4-ші класстан бастап ударникте ойнады. Өзі бала музыкант болғысы келді. Музыкант болғысы келді. Өзі талабы да сол болды, талпынысы да сол болды жаңағы. Сізді дәл тапты ма, бұл кісі кішкене қателесу болды ма? Дәл тапты. Дәл тапты. Музыкант болғыңыз келді. Ол арманыңызға жеттіңіз бе, жете алмадыңыз ба? Жеттім дегенде сондай қатты дәрежеге жеткен жоқ, бірақ екеуміз ер жетіп, уже мектеп бітіргеннен кейін өзіміздің ансамбліміз болды. Бір класста оқығаннан кейін өзі күнде қыздарды күнде көресің, қыздар ұлдарды күнде көреді деген сияқты бір-біріне бір алғашқы сезім ашылып, бір ой кетіп деген болып жатады. Осы сыныптарыңыздың ішінде бір-бірімен отбасын құрған сыныптастар болды ма? Болды. Болды, иә? Болды. Барындай. 10 жыл мектепте оқыды, 30 жыл одан кейін дос болды, одан кейін шаңырақ көтерсе, яғни өмір бақи бірге деген сөз ғой былайша айтқан кезде, иә? Енді класстастарыңызды жалпы түгел көріп тұрасыздар ма? Арасында көрінбей кеткендер бар ма біраз? Бар. Көрінбей кеткен. Іздейтін боласыздар енді? Ер балалармен көп араласамыз ғой, негізі біздің қыздар көбіне. Енді тұрмыс құрады, олар сырт жаққа көшіп кетеді дегендей. Сынып болғаннан кейін енді ұйымшыл, жаңа айтып жатсыз, ұйымшылдық деген ғана ол 15 жылдық, 20 жылдық кездесуде емес, жалпы қуанышта да, қазада да бірге болатын шығарсыздар, иә? Үнемі біргесіздер, бір-бірлеріңізді демеу болып аласыздар, сүйеу болып аласыздар деген сияқты. Сіздер енді көп жиі көресіздер, жиі көрмейсіздер, онысы анығын білмеймін, бірақ бүгін біздің студиямызға тосын сый сіздерге, сіздердің сыныптастарыңыз Айгүл Ыбыраева деген әпкеміз келіп отыр екен. Қарсы алайық олай болса. Қалдарың қалай? Айгүл, қалайсың? Жақсы. Жақсы. Мұрат, Камал. Қалдарың қалай? Сәлематсыз ба, келіп отырыңыз. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Қай қаладан келдіңіз? Бұл сіздерге тосын сый, Айгүл, сыйлық ретінде біз алғыздық. Көліктің жанасы болмайды деп, достың ескісі ыстық болады деп. Мына енді класстас балаларымды көріп отырғаны өте қуаныштымын. Міне сіздің столыңыз үстінде мына сарғайған суреттер бар екен. Соларды көптен бері көрмегеннен кейін жүрегіміз ауырып, сол ыстықпен сондай балалық шақты еске алып отырам. Балалар қалайсыңдар? Айгүл, сіз қай жақтан келдіңіз? Мен де өзім осы Теңіз районы Баршын совхозында бірге Қарағанды облысы. Қарағанды облысы бірге 10 жыл бітіргенбіз. Қыз бала деген енді жат жұрт қой. Тұрмыс құрып, Балалы шағалы болып кеттіңіз. балалы шағалы болып. Бірақ енді қашанда болса, класстас достар деген адамның жүрегінде жүреді екен. Бір сондай бір жастық деген махаббаттық па, сондай бір кездесу. Ертең енді 30 жылдық кездесуге дайындалып жатыр екенсіздер, иә? Ақша жинап, ұйымдастыру жұмыстары деген қызу жүріп жатқан шығар қалай, иә? Айгүл, енді сіз жолдасыңызбен келесіз бе? Жолдасыммен келем. Жолдасыңыз класстасыңыздан былай қызғаныңқырап, ондай болмай ма? Ондай болады деп өзім ойламаймын. Сыныптастарыңыз сағынасыз ба? Сағынамын. Мына екі сыныптастарыңыз қанша жылдан кейін көріп отырсыздар бір-бірлеріңізді? 15 жылдан кейін көріп. Өзгерген бе екен қатты? Мен өзім классым балаларын өзгерді деп ойламаймын. Әлі жаспыз. Жап-жассыздар. Мына суреттер енді сіздердің сыныптағы суреттеріңіз болу керек, сарғайған ескі суреттер, бірақ мен ойлаймын, бұл жерде қаншама тарих жатыр деп ойлаймын, иә? Мынау суретте не деп жатыр? Біздің ауылдың суреті. Біз Баршын ауылынан шықтық қой. Иә. Баршын деген негізі 10 жасар бүркітті Баршын деп атайды екен. 10 жасар бүркітті Баршын деп атайды екен. Сол соны 50 жылдықта қойылды ғой бұл да. 50 жылдықта осындай мүсін апарып қойылды. Мына жерде мысалы үшін сыныптарыңыздың суреті екен, иә? Иә, бұл мына жерде жоғары класста. Айгүл апай бар ма бұл жерде? Так, Айгүл міне отыр. Мына жерде көріне ма сіздерге камераға? Мына жерде кісі бар. Айгүл апай отыр екен. Міне Айгүл. Айгүл апай одан да әдемі болып кеткен сияқтысыз. Мына жерде де отыр, иә? Мынау қай класстағы сынып? Бұл екінші сынып. Мына суретке қанша жыл болады? 39 жыл. 39 жыл болды ғой. 40 жылға кеткен сурет. Қазір сіздердің балаларыңыздың өзі мынадан үлкен, иә? Бұлардан үлкен. Мына жерде, так, Айгүл апайды көріп тұрмыз. Сіз қай жерде тұрсыз? Мен жоқпын. Мен бүгін сабаққа келген жоқпын да. Неге келмедіңіз сол күні? Ой, білмеймін сол күні. Ішім ауырып қалды ма, мамам жібермеді ме, бірдеңе болды. Бұл жерде Мұрат болуға тиіседі ғой.
Міне тұр Мұрат. Мұрат тұр, иә. Апайларыңыз отыр екен. Апайларыңыздың аты кім? Гаухар Омаровна. Гаухар Омаровна. Гаухар апайларыңыз қазір аман есен ғой, Бұл кісі енді бізде жоғарғы сыныпта мұғалім көп болады ғой. мына жерде бар, Жадыра апайларыңыз бар екен. Иә, Жадыра апай кішкене анық болмай қалыпты, иә. Соны қарап тұрмын. Мынау суреттерді көріп, менің де көзіме ыстық көрініп отыр. Бізде мынандай қазір мынандай ақ фартук киіп, қызыл галстук тағатын. Біздің кезіміз ғой, бұл қазір енді жоқ. Қазіргі жастар түсінбеуі де мүмкін, мойындарына не байлап алған деген сияқты, иә. Бірақ сол кездің өзіндік бір тәртібі, өзіндік бір ыстық кездері көп болушы еді, жақсы болушы еді. Мынау кейінгі достықтарыңызды бейнелейтін суреттер, иә. Мынау қыздарыңыздың суретін алып келіпсіздер. Осы біздің классымыз. Классыңыздың қыздары, иә. Бұл жерде уже о дүниелік болып кеткен де бар. Мынаның ішінде, иә. Сәуле Марф. Иә, жаны жәннатта болсын. Жолдасымыз қайтты. Асқар деген жолдастарыңыз, иә. Бұл кісі де қазір араларыңызда жоқ екен, иә. Иә, отбасын көріп отырған болса. Жолдасы, үйленген беті осы. Жолдасы да класстарыңызда? Иә, жаңағы айтып отырған бір сыныптан бір сыныпта оқыған. Мынау астыңғы жақта отырған Болат деген жігіт бірге Ол да сыныптастарыңыз. Мынау, яғни өз сыныптар мектептен кеткеннен кейін де ажырамай, туыс болып, үй болып, отбасы болып, дос болып кеткен. Мынау бір естелік жақсы сурет екен. Араласып жүрдіңіздер, иә. Олай болса, енді 30 жылдыққа бара жатырсыздар, ауылға бар, үлкен сағынышты арқалап, ауылға деген, туған жерге деген, сыныпқа деген, мектепке деген сағынышты арқалап бара жатырсыздар. Айгүл апай, енді бүгін 2 сыныптасыңыз келіп отыр, ертең ауылға бара жатырсыздар. Ертең ауылға барғасын той болайын деп тұр, үлкен байқаймын, иә. Үлкен той болады, той болғаннан кейін ән болады әрине. Соған кішкене дайындық ретінде біздің студиямызда тыңдармандарымызға арнап бір мектептегі бір сағынышты бір еске салатындай бір әдемі әндеріңізді үшеуіңіз шырқап берсеңіздер, біз қосыламыз мүмкін. Достар, жүрсін қайда, біргеде ғой жанымыз. Еске алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Еске алысып осындайда, кел шырқайық бәріміз. Студиямызға келгендеріңізге үлкен рахмет. Әдемі естеліктерді жүрегімізде сақтай білуді ұмытпайық. Біз бағдарламамызды келесі әселдің бөлмесінде жалғастыратын боламыз. Әрі қарай көретіндеріңіз, жас түлек 2016. Ұлттық бірыңғай тестінен мектеппен қоштасу кешіне дейін. Тестілеуде шектік деңгейдегі балды ала алмаған оқушылар үшін біз қосымша тестілеу жүргіземіз. Қажырыңыз жетпесе, қаржыңыз жетсін. 60.000 теңгеден басталады. Көйлек, фуршет, сурет, қанша төлейсіз? Студияда санаймыз. Әншілер болуы мүмкін. Бұл жаңағы мектеп бітірушілердің қалталарына байланысты болады. Алтын ұя бесігім, әр күн есімін, қандай қиын қоштасу, мектеппенен осы күн. Ашқан біліп бұлағын, шашқан күннің шуағын, ата менен анадай, аса қымбат мұғалім. Келіндер, ей достар, құрбылар, жолдастар, билейік жүр вальске, бақытқа жол бастар. Мектеп әкігіміз, мектеп шаттығымыз, мәңгі жасығымыз. Мектеп өткеніміз, әнді төккеніміз, мәңгі көктеміміз. Біраз жыл бұрын мен де осылай мектеп бітіріп, көңілім алып ұшып, соңғы вальс билеп едім. Ол кезде бәрі басқаша еді. Айнұр әріптесім сияқты мұғалім болуды армандамасам да, алтын ұя мектебінен алыстаған емеспін. Ал қыздар, жігіттер, қош келдіңіздер. Қалғандарын шақырайық онда ортаға. Келе қойыңыздар. Ал мереке құтты болсын. Қош келдіңіздер. 11 жыл бойы оқыған мектептеріңізбен қоштасқалы отырсыздар. Қандай сезімдесіздер? Осы 11 жылда көптеген қызықты сәттер де өтіп жатыр. Мысалға, бөлісе отырсаңыздар? Әркімнің, әр адамның ішкі жан дүниесін біліп, әр адамды танып, әркімді тани білесің. Және де қарайтын болсан,
әр адам саған туыс болып кеткендей болады. Ал мамандық таңдап үлгерген шығарсыздар? Мен география пәнін таңдап отырмын. Болашақта журналистика факультетінде түсіп, алла қаласа грантқа түсіп, содан кейін үлкен Біздің әріптес боласыз ғой, ізбасарларымыз, иә? Болашақ, Құдай қаласа. Телевидениеда түсіп отырам деген ойдамын. Ниетіңізге, тілегіңізге жетіңіз. Сіздер ше? Мамандық таңдау қиынға соқты ма? Әрине, ең басында толқыдық, жыладық, қуандық. Ең соңында бір шешімге келетін болдық. Қашан шешімге келдіңіздер? 11-ші сыныпта ма, әлде 9-шы, 10-шы сыныпта ма? Енді оны айта кететін болсақ, әркімдікі әртүрлі. Мен 9-шы сыныпта таңдадым. Енді осы болашақта журналистика факультетіне түспекпін. Яғни сіздермен бірге осы бір ортада келе қойыңыздар. Құшақ жая қарсы аламыз. Әрине. Ал енді басты сұрақ ұлттық бірыңғай тестілеу. Дайындық қалай? Дайындық жүріп жатыр. Тестілеуге қанша уақыт бөлесіздер? Күні бойы. Ал жігіттер, сіздерге сұрақ үндемей тұрсыздар ғой. Ересек өмірге қадам жасағалы отырсыздар. Қорқынышты ма? Осы болашаққа ересек өмірге қадам жасағанымызға біз дайынбыз деп ойлаймын. Себебі осы 11 жыл оқығанда біздің мұғалімдер, біздің ата-аналарымыз бізге ең жақсы тәрбие осы бергенге біз қуаныштымыз. Жақсы білім, жақсы ілім алдық дейсіз ғой, иә? Бәрекелді. Енді осы болашаққа біз дайынбыз деп үміттемін. Ендеше сәттілік. Мектеп бітіру десе ұлттық бірыңғай тестті ойламайтын ата-ана, уайымдамайтын шәкірт жоқ. Ендеше осындай көпшіліктің көкейіндегі сұрақтарға жауап беру үшін біз арнайы мамандарды студиямызға шақырып отырмыз. Дархан Жақсыбек ұлттық тестілеу орталығы директорының орынбасары екенсіз. ОБТ деген кезде өзі көп адамның көзіне бір қорқынышты суреттер елестейтін болды. Кәдімгідей біздің оқушыларымыздың, мен өзімде ата-анамын, қызым былтыр мектеп бітірді, ұлым бітірейін деп отыр, иә? Ұлым 10-шы класс оқиды, әлі бір жыл болады. Жаңағы келесі жыл болады, болмайды деп жатыр, енді анығы белгісіз ғой. Бүгін қазірден бастап уайым біздің үйде. Бұл енді жалпы менің ғана үйімде емес, қазақтың кез келген шаңырағында болып жатқан уайым шығар деп ойлаймын. Бірыңғай тесттің биылғы ерекшеліктері қандай? Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуден ешқандай қорқудың қажеттілігі жоқ, уайымдаудың да қажеттілігі жоқ. Ұлттық бірыңғай тестілеу биылғы жылы ешқандай өзгеріссіз, сол жылдағы үрдіс бойынша өткізіліп. Биылғы жылы ұлттық бірыңғай тестілеуге мектеп бітірушілердің жалпы бітірушілердің 72%, яғни 86.995 оқушы тапсырады деп күтілуде. Осы сұрақтарды жалпы дайындаумен қай ұжым айналысады, мекеме? Осы ұлттық бірыңғай тестілеуге сұрақтарды дайындау осы ұлттық тестілеу орталығы айланысады. Қазір осы дайындық жұмыстарының барлығы жасалынып, қазіргі уақытта сол жасалған емтихан құжаттарының барлығы өңірлерге жіберу жүргізіліп жатыр. Ол өте құпиялы негізде. Және бұл сұрақтардың барлығы бізде осы мектеп бағдарламасы бойынша осы білім және ғылым министрлігі бекіткен оқулықтардың негізінде 5-ші және 11-ші сыныптар арасындағы кітаптардан, оқулықтардан жасалынған. Бұл тест сұрақтарының барлығы бізде арнайы осы мектеп мұғалімдері дайындайды. Осы республикадағы үздік мұғалімдер, сол мұғалімдер бірнеше рет біз бұл тест сұрақтарының барлығын апробациядан өткіземіз, эксперименттен өткіземіз, одан кейін барып осы ұлттық бірыңғай тестілеуге қосылады. Биылғы жылы тағы айтылып кететін нәрсе, осы ұлттық бірыңғай тестілеуге жасалынған тест сұрақтары жылдағы үрдіс бойынша 25-30%-ға жаңартылды. Жалпы оқушылардың берген жауаптары бізде компьютер арқылы, қателеспесем, компьютер арқылы есептеліп қаралады, иә, тексеріледі? Барлығы оқушыларға, әрбір оқушыға арнайы емтихан құжаттары беріледі. Олар арнайы жауап парағында толтырады, бірақ оның барлығы өңдеу барысында арнайы техникалармен өңделіп, өздерінің назарларына ұсынылады. Ал тексеру комиссиясы қалай құрылады? Тексеру комиссиясында қазір бізде республика бойынша 165 пунктте ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу жоспарланып жатыр. Осы 165 пункттың барлығында жергілікті жерлерде мемлекеттік комиссия құрылады. Және ол комиссиямен қосымша бізде осы ОБТ өткізу барысында арнайы министрлік өкілдері жіберіледі.
Биылғы жылы осы министрлік өкілдерін жіберу осы ұлттық орталықтан былтырға қарағанда биылғы жылы 1815 өкілді жібергелі дайындап жатырмыз. Былтырғыдан қарағанда 200-дей адамға артық. Ұлттық бірыңғай тестіні тапсыра алмай қалған жағдайда балаларға екінші мүмкіндік беріледі деген бір әңгіме шықты. Осы қаншалықты? Ол әңгіме биыл осы жыл басынан бері айтылып келе жатыр. Биылғы жылы осы ұлттық бірыңғай тестілеуде шектік деңгейдегі балды ала алмаған оқушылар үшін біз қосымша оларға тестілеу жүргіземіз. Ол тамыз айында. Қазіргі жоспарлап отырғанымыз бойынша тамыз айының 1 мен 8 арасында өтініштерді қабылдау, ал 19-24 тамызда осы тестілеуді өткіземіз. Осы тестілеуден өткеннен кейін оқушылар жаңағы өзіне тиісті шектік деңгейдегі балды алса, олар ақылы түрде жоғары оқу орнына түсе алады. Яғни біздің ата-аналарымыздың назарына ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыра алмаған жағдайда, яғни тапсырған күнде де қажетті балды ала алмаған жағдайда тамыз айында қайтадан тапсыруға мүмкіндік бар. Келесі жылдан бастап мүлде осы тестілеуді алып тастайды екен, емтихан тапсыратын болыппыз деген бір әңгіме бар. Келесі жылдан бастап қазіргі бекітілген білім туралы заң бойынша келесі жылдан бастап осы тестілеуді 2 кезеңде жүргізіледі. Бірінші кезеу, қазіргі кезде ұлттық бірыңғай тестілеу мектеп бітірушінің аттестат алу үшін емтиханы және жоғары оқу орнына түсу емтиханы біріктірілген. Енді келесі жылдан бастап осы 2 кезеңге бөлінеді. Яғни мектеп бітіргенде мектеп бітірушілер өз мектебінде жеке осы қорытынды аттестациялаудан өтеді, соның негізінде аттестат алады, және одан кейін барып, егер жоғары оқу орнына түсемін десе, ол оқушылар қайта осы жоғары оқу орнының базасында келіп қосымша емтихан тапсыратын болады. Рахмет, сіздерге мен ойлаймын, біз толық нақты жауаптар ала алдық деп ойлаймын. Біздің студиямызда міне білім және ғылым министрлігінің ішіндегі қаржы орталығы бар екен. Соның бас менеджері Данагүл ханым келіп отыр. Жалпы бұл қандай орталық? Білім және ғылым министрлігіне қарасты акционерлік қоғам. Біз осы білім алу, білімнің ақысын төлеу қазіргі таңда өзекті мәселе отыр. Сол мәселелерді шешу үшін біз осы ертең ұлттық бірыңғай тестті тапсырады. Содан кейін егерде грантқа өтпеген студенттер, түлектеріміз болса, сол түлектерімізге біз өз тарапымыздан білім беру несиелерін кепілдендіру деген бағдарламасы бар. Қазақстанда 2005 жылдан жұмыс жасап жатыр. Сол бағдарламаның операторымыз. Сол бағдарлама бойынша қаражаты жоқ, оқудың ақылы бөлімге түсетін түлектердің қаражаты болмаса, қандай да сондай қаражат жағынан қиындықтар көрсе, осы студенттік несиені пайдаланылады. Яғни ұлттық бірыңғай тестілеуден қажетті балын ала алмай, грантқа түсе алмай қалған жағдай болып жатса, сіздерден қаржылай көмек алып оқуға болады. Жоқ, жаңа түсінгенім солай ма? Балды алған кезде ғана, жаңағы шектік балды, пороговый балды алып, грантқа өте алмаған жағдайда. Өте алмағандардың ақылы түрге барам десе, егер қаражаты жоқ адамдар осы орталыққа. Енді осы жерде бір шамалы түсініксіз де болып. Сонда қалай ол шектік балын алса, ол грантқа неге түсу керек? Жоқ, грантқа қараңыз, бізде жыл сайын где-то бір осы грантқа шектеу қойылған, е? Жоқ, шектеу емес. Бізде мектеп бітірушілер қазір ұбт тапсыратын 86 мың. Одан кейін бізде кешен тестілеу бар. Кешен тестілеуде бір 70-80 мың адам тапсырады. 150 мың адамдай биылғы жылы емтихан тапсырады. Ал бізде олардың барлығы сосын конкурсқа тапсырады. Конкурсқа бергенде гранттың саны бізде шектеулі. Бары жоғы бір 30 мың айналасында ғана. 30 мың грант беріледі мемлекет тарапынан. Ал егер сол 30 мың грант алғандар кейін ақылы түрде оқитындар үшін жаңағы әртүрлі отбасылар бар, жаңағы қаражаттан қиналатын сол отбасылар үшін осындай бізде орталық бар, қаржы орталығы бар, солар арқылы қаржыландырып несие, да? Несие алады, несие алуға болады сіздерден. Сонда қандай отбасылардың балалары жатады? Кімдердің мүмкіндігі бар алуға? Кез келген талапкер ала алады, бұл несиені студенттер де алады, жоғары оқу орнында оқып жүрген. Сіздер, мысалы үшін, ақылы көп қой, мысалы үшін, жаңағы
біз заң жағына баратын болсақ кішкене қымбаттау болады, финанс жағына баратын болсақ қымбаттау болады. Ол шектелмеген. Шектелмейсіздер, барлығын қаржыландыра аласыздар. Қай жоғарғы оқу орынға барам дейді студент, қай мамандықты таңдайды, сол мамандықты таңдап, өзі керекті құжаттарын жинап, біздің екінші деңгейлі банктерге барып тапсырады құжатын. Біз қаржы орталығы студенттің атынан банктың алдында кепілгер болып шығамыз. Сіздер? Яғни бұл кезде бұл несие, кепілзатсыз несие. Сол себепті кепілзат қою керек емес. Қаржы орталығының кепілдігін алып, студент өзінің керекті кезеңіне бұл бір семестр немесе бір жылдың қаражатын рәсімдей алады өз атына студент. Қандай құжаттар тапсыру керек оған? Бастапқы керекті 4 құжат, бұл студенттің жеке куәлігі және тіркеуде тұру қағазы, анықтама қағазы, ұбт-ның результаты, жаңағы нәтижесі. Университеттен келісім шарт, жаңағы мамандықтың құны қанша екен, сол қағазда келеді. Енді несие дегеніміздің өзі қарыз деген сөз ғой, былайша айтқан кезде. Ол қарызды қайтару жағы қалай болады содан кейін? Бұл енді қарыз, сол себепті бұл несиенің ерекшелігі басқа несиелерге қарағанда. Студент қазір оқып жүрген кезде тек банктың пайыздарын төлеп тұрады. Пайыз бар, өкінішке орай. Бұл енді қазіргі таңда бұл несие бойынша пайыздық мөлшерлеме ең төмен болып саналып отыр. 10%-дан басталады. Ал негізгі соманы қайтару кезеңі бұл оқуды бітіргеннен кейін, жарты жылдан кейін басталады. Яғни студентке осы оқуды оқып жүрген кезде, оқудан кейін жарты жыл жеңілдетілген мерзім беріледі. Енді бұл студенттер уақытылы, әр бала уақытылы өзінің уақытын кетіріп алмай оқып алсын деген мақсатта осы. Яғни қаржы орталығы қаржылай көмектеспейді, тек қана гарант бола алады банктерге, түсіндім. Біз кепілгер боламыз, тек қана. Кепілгер боласыз. Қанша оқушы түсем десе де, қанша оқушы несие алам десе де, яғни шектеу қойылмайды. Шектеу қойылмаған. Яғни сабағын жақсы оқыған, жақсы бал алған балаға осындай мүмкіндіктер бар, осы мүмкіндіктерді пайдалануға болады. Студияға келгендеріңізге рахмет. Мектеп бітіретін түлектеріміз өте қажетті, құнды ақпараттар алды деп ойлаймыз. Бұл енді мектеп бітірушілердің мәселесі ұбт дегеніміз, ал енді осы ұбт-ға жол жас түлекті дайындайтын демеу болатын ата-аналардың пікірі қандай екен, оны біз Әселдің студиясынан тыңдай аламыз. Рахмет, Айнұр. Ал қош келдіңіздер. Гүлнар ханым, сіз сынып жетекшісі ретінде балаларға қандай қолдау жасап жатсыз? Дайындық қалай жалпы ұбт-ға? Жалпы оқу жылының 10 класстан бастап біз ұлттық бірыңғай тестке дайындалып жатырмыз. Оқушылардың жеке құқығы негізінде таңдау пәні өз еркісінде. Бұл ұлттық бірыңғай тестке дайындалу барысында оқушылар өздерінің білім деңгейін көрсетеді. Бүгінгі күнге дейінгі оқушылармен дайындық барысында жалпы айтқанда оқушылардың қазіргі көңіл-күйіне сүйенетін болсақ, дайындық жүйелі жүргізу нәтижесінде өзіне деген сенімділік қалыптасқан. Әрине сынып жетекші болғандықтан мен тек қана өз пәнімді емес, осы ұлттық бірыңғай тестке кіретін барлық пәндер бойынша оқушыларының жауапкершілікті дайындалуына атсалысамын. Өзіңіздің еңбегіңіз енді ақталсын деп тілеймін. Айтқаныңыз келсін. Оқушыларыңыз биіктен көрсін деп тілеймін. Енді ата-аналарымызға көшейік. Ол қыздарыңыз 11-ші сыныпты бітіргелі жатыр. Енді қобалжу бар шығар, е? Осы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық қалай өзі? Сіз қалай қадағалап отырасыз ба? Әлде баланың өзі сонымен айналысып жүреді ме? Жоқ, қадағалау керек әрине. Штаған демекші мектеп оқушы ата-ана арасында үнемі байланыс бар. Былтырғы 10-шы сыныптан бастасақ, дайындықты күзден бері былтырғы осы 11-ші сыныптан бастап жүйелі түрде балалар дайындалып жатырмыз. Ал осы қадағалаудан бөлек балаңызға күш-жігер беретін бір сөздер айтасыз ба? Әрине. Ертең өзіне сенімді болсын деп тестілеу барысында. Енді қобалжу баладан көрі өзімізде кейде көбірек қобалжу бар сияқты болып кетеді, бірақ балаға үнемі сен жеңесің, ол сенің қолыңнан келеді, сол жетістікке біз жетеміз деген сөздер айтып отырам өзім үйде. Сөйтіп қолдап отыру керек дейсіз ғой? Өзімде жалпы әрбір ата-ана солай қолдау керек. Рахмет, Марфуға ханым. Сізде дайындық қалай? Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеу енді келесі жылдан бастап болмайды деп отыр. Жалпы керегі болды ма осы тестілеудің?
Сіздің ойыңызша, әлде біз бітірген кездегідей ауызша немесе жазбаша емтиханы дұрыс па? Сіздің ойыңыз? Менің ата-ана ретінде жеке пікірімді айта кетсем, мен ұлттық бірыңғай тесттің болғанына қарсымын деп айта аламын. Өйткені ол жерде қамтылған 4-5 пән бар. Оның бәріне дайындалу керек. Баланың уақыты, психологиясын алсақ, балаларға кішкене ауырлау келеді екен. Сол тестілеуге дайындықтың өзі бір жаттау сияқты ғой, меніңше. Өз басымен ұлттық бірыңғай тестілеуден өткен жоқпын. Бізде емтихан тапсырдық қой. Ұлттық тестілеудің қазір енді соңғы жылдары логикалық сұрақтар қосылып отыр. Логикалық сұраққа жауап беру үшін білім керек. Егер ол білімі болмаса, қанша жаттағанмен өте алмайды дейсіз? Жаттағанмен ол өте алмайды. Логикалық сұраққа жауап беру үшін міндетті түрде оқушыда білім керек. Яғни оның да артықшылығы бар дейсіз ғой, иә? Әрине, біз маман ретінде айтамыз, логикалық сұрақтың қосқаны өте жақсы. Ең басты сабақтан қалмау керек десеңізші, иә? Бәрі мұқият тыңдап, шуламай. Солай ғой, ең басты. Сабақтан онсыз да қалмайды. Қазіргі балдардың өздеріне деген жауапкершілігі жақсы. Мен өзім сынымды мақтанып айта аламын. Сабаққа ол тек қана ұлттық тестілеуге кіргізе алмайды. Таңдап алған шығарсыз сізде. Солай ма? Таңдау емес қой, енді жалпы бұйырған класс өзіміздің кішкентай педагогикалық біліктілігіміздің арқасында жалпы талапқа сай, қоғамға сай баланы тәрбиелеуге үлесімізді маман ретінде өзіміз міндеттіміз деп есептейміз. Жарайды, рахмет. Ол қыздарымыз биіктен көріне берсін. Сонымен соңғы қоңырау соғылды. Мәселен, ұлттық бірыңғай тестілеу де өтті дерлік. Ендігі кезекте мектеп қабырғасындағы соңғы шара бітіру кеші. Бұл жерде туындайтын басты мәселе көбінесе көйлек таңдау. Сондықтан да біз студиямызға бүгін арнайы дизайнерді Гүлнұр Иманова Латыпты шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Бірінші сұрақ, әрине, биыл қандай кешкі көйлектер сәнде? Биыл әрине ұзын көйлек және қыздың өз нәзіктігін көрсететін көйлек сәнді. Мысалы, маған өзіме ашық және пастельді түстер ұнайды. Біздің коллекциямызда ондай көп. Терең жасыл түс маған ұнайды. Енді қараңыз, ашық түстер, пастельді түстер енді сәнде дедіңіз. Қызыл мен қара классикалық түстер, осы жасыл қаншалықты актуальды? Жасыл осы жылда ең актуальды. Ең сәнді дейсіз ғой. Бәріміз жасыл болып шықпайықсыз. Мүмкін солайғы болады. Гүлнұр ханым, енді мен өзім пәленбай жыл бұрын мектеппен қоштасқанмын. Ол кезде бұнда енді таңдау болған жоқ. Арнай барып тапсырыс беріп, әйтеуір бір ерекшелену керек еді ғой. Тіктірткенбіз. Ал қазіргі жастары болса, креативтік көзқараста, солай ғой. Кейбір кезде тақырыптық кештер болады ғой. Дұрыс. Ондайларда, ондай жағдайда қандай тапсырмалар болады? Мен ол туралы ойландым. Көп ойландым, сосын шешімін қабылдадым. Біздің көйлектеріміз ашық. Олардың ішкі көйлегін ауыстыруға болады. Бір күні, мысалы, или кештің басында қысқа көйлекпен киіп, ішкі көйлекпен. Одан кейін шалбармен топқа оны ауыстыруға болады. Ол басқа көйлек болып шығады. Одан кейін ұзын ішкі көйлекпен киюге болады. Көйлектеріңіздің бәрі трансформер дейсіз ғой, ол универсальный көйлектер. Нарықта қанша жыл болды істегеніңізге? 3 жыл болды. 3 жылдай болды. Гүлнұр ханым, ең басты сұрақ көйлектердің бағасы енді. Көйлектердің бағасы нешеден басталады? 60 000 теңгеден басталады. Одан жоғары кетеді. Ол дизайнге байланыс. Мысалы, мынандай рюшаларды біз істеген кезде оған 100 метр мата кетеді. Ол кішкене қымбаттырақ болады. Ал шілтеремен көйлектер кішкене арзанлау. Мынандай қысқа көйлектер 60 000-нан басталады. Мынандай қызыл көйлек қанша дедіңіз? 200 000. 200 000 екен. Қалталары көтереді ғой, е? Көтереді, өйткені ол эксклюзивті көйлектері, ондайды ешқайда таба алмайды. Сондықтан олар келіп, ақшасын аямайды деп ойлаймын. Ал жалға беру деген ойда жоспарда бар ма? Жоқ, жалға біз бере алмаймыз. Неге осылай екен? Жарайды, рахмет Гүлнұр ханым, сіз біздің 3-ші бөлмемізге жайғасып отырсаңыз болады. Ал қыздарымызды шығарып салайық. Рахмет, қыздар.
Сонымен жаңа біз анықтағандай көйлектің бағасы шамамен 60 мыңнан басталады да, әрмен қарай өседі екен. Ал қоштасу кешіне тағы не қажет және ол қанша тұрады? Осыны анықтау үшін біз бүгін студиямызға ивент агенттіктің бас ұйымдастырушысын Гүлден Мықтыбайды шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Гүлден, сонымен ивент агенттіктің негізгі қызметі неде? Біздің негізгі қызметіміз осы жаңағы көйлектен басқа жалпы мектеп бітіру кешін біз ұйымдастырамыз. Сонымен қатар біз 25 мамыр күні мектеппен қоштасу күні және 17 маусым күні вручение күнінде біз кішігірім үлесімізді қосамыз. Ал негізгі біздің жұмысымыз мектеп бітіру кешінде болады. Қоштасу кешін ұйымдастырасыздар? Әрине. Ойын сауық бағдарламасы, сосын дастарханы да сіздердің мойындарыңызда ма? Қалай өзі не кіреді сіздердің қызметтеріңізге? Дастархан, мейрамхана бұл бөлек сұрақ. Оны бізде Астанада өте көп мейрамханалар бар. Оны немен ата-аналар айналысасыздар сонда сіздер? Бөлек барады. Біздің негізгі жұмысымыз мектеп бітіру кешін біз ұйымдастырамыз. Шоу-программа, жаңағы лимузин, катания, түлектердің видео-фотосъемкасын ұйымдастырамыз. Жалпы кешті ұйымдастырамыз, залды безендіреміз, әдемілейміз. Қазір негізінде көп тақырыптар болады. Мектеп бітіру кешінде сол тақырыпқа сай біз оформление жасаймыз. Қанша уақыт бұрын тапсырыс береді сіздерге? Неғұрлым 1 ай, 2 ай бұрын осы уақыт дұрыс болады. Тапсырыстар қалай көп түсіп жатыр ма? Жаңа біз айтып өткендей, біраз мектеп енді қоштасу кешінен бас тартып отыр екен. Сіздерде қалай жағдай? Енді былтырғы жылмен салыстырғанда әрине осы жылы аздау. 50%-ға, 60%-ға аздау деп айта аламын. Сезіледі дейсіз ғой, өзгерістер. Жарайды, алдыңызда тұрған мінеки винетка дейміз ғой енді өз арамызда. Винетка енді ол да бір бөлек сұрақ. Негізінде түлектер әртүрлі винеткаларға сұраныс жасайды. Көбінесе қазіргі осы жыл бойынша көбінесе міне осындай жұмсақ қаптама ма? Жоқ, бұл қатты қаптама. Мынандай 5 бетті, 6 бетті, 8 бетті винеткалар болады. Әр оқушымен, әр мектеп бітірушімен арнайы съемка жасаймыз. Орташа бағасы қанша бұның? Орташа баға бүгінгі күні 2016 жылға 6 мың мен 10 мыңның аралығында болады. 6 мен 10 мыңның аралығында. Мысалы, мынау винетка бір 4 бетті болады, бұл бір 6 мың болады. Ал мынау винеткамыз бір 8 бетті болады, онда мына қаптамасы қаттылау болады, бұлар 10 мыңға дейін барады бағасы. Әптен фотосессияға кіріскен екен ғой оқушыларымыз. Ал енді осындай винеткалардан бөлек жаңада басқа қызмет түрлерін атап өттіңіз ғой. Бәрін бірге қоса санағанда? Қоса санағанда енді баға жөнінде бұл жеке сұрақ. Негізде 500 миллионнан басталады біздің бағаларымыз. 500 миллионнан басталады. Енді ең аз дегенде Гүлден ханым жаңа 500 мың деп атап өттіңіз, 500 миллион. Ең аз дегенде, ең аз. Сонда да нақты тоқтала кетсек, қызмет түрлеріне және бағаларына. Неден бастау керек әуелі? Ең біріншіден, менің ойымша, біз лимузиндерден бастау керекпіз. Өйткені қалада мектептер көп, мектеп бітірушілер көп, ал лимузиндар былай санағанда қолмен санауға болады, бір 20-30 болады. Санаулы ғана дейсіз? Санаулы ғана, иә. Орысша айтқанда кешігіп қалмау керек қой. Сонымен оны 2 ай, 3 ай бұрын тапсырыс береді ата-аналар. Лимузин қанша тұрады? Лимузиндар негізінде 20-25-30 орындық болады. Бүгінгі күні олардың бағалары 30 мың мен 35 мың аралығында болады сағатына. Сағатына бір лимузин. Негізінде 2-3 сағатқа мектеп бітірушілер алады. 30 орындық, е? 30 орындық, 20-25 орындық. Ол да кіреді ғой енді сіздердің қызметтеріңізге? Әрине. Одан кейін, лимузиннен кейін біз мейрамханаға көшеміз. Мейрамханаға көшкеннен кейін ең біріншіден ата-аналардың сұраныстарына сұраймыз. Қандай стильде, қандай тематикада жаңағы мектеп бітіру кешін өткізіңіз келеді. Классика десеңіз стандарт өткіземіз. Не стандартны болса, бұл мынандай 500 мың болмайды. Ал классика болатын болса, онда жаңағы шарлармен безендіреміз, қызыл жол жасаймыз, красная дорожка дейді ғой. Сосын спецэффекті жасаймыз. Әйтеуір бір ұмытылмас кеш болу керек қой. Әрине, иә. Орташа есеппен бағасы қанша, сонда залды безендіру дедіңіз ғой, иә? Фотозона жасаймыз, иә. Жаңағы
Қанша тұрады бұл? Бұл жаңағы 50 мың мен 70 мың аралығында болады. Ол жаңағы осындай баға біз осы жылы орнаттық. Содан басқа енді үлесін қосатын ол жүргізушісі шоумен. Шоумен негізінде осы кеште екі тілде қазір алады, қазақша, орысша тілде өткізеді. Кейбір мектептерде де мүмкін ағылшын тілдерінде де жүргізетін шығар. Әрине. Үш тілде де өткізілетін бізде шоумендер бар. Өткізе алатын. Оның құны қанша? Олардың құны енді музыкалық аппаратпен бірге, жаңағы әншісімен бірге бір пакет кем дегенде 200 мың болады. Содан басқа мысалы шоу программа дейді, жаңағы кешті кішігірім сәндеу үшін бір шоу программа алады. Оның ішінде бишілер болуы мүмкін, фокусшылар болуы мүмкін, көп әншілер болуы мүмкін. Оның жаңағы мектеп бітірушілердің қалталарына байланысты болады. Осы пакетке біз сыйсақ, қосамыз, сыймасақ, қоспаймыз. Қайдам, сыймайтын сияқты ғой. Енді бұл қалаға арналған ғой, бағалар. Ал ауылды аймақтарда мұнда ивенттік агенттіктің қызметіне жүгінеді ме? Мектеп бітірушілер. Өздерінің күштерімен өткізеді. Өздерімен күштерімен. Біз сияқты, мысалы, 10 жыл бұрын мен бітіргенде, өз күшімізбен өзіміз мектеп арқасында біз бітіргенбіз. Жаңа Гүлнұр ханымнан сұрап өттім, сізге де сол сұрақ. Сіз нарықта қанша жыл болдыңыз? Нарықта 5 жыл жұмыс істеймін. 5 жыл істеп жүрсіз. 5 жыл жұмыс істеймін. Ерекше тапсырыс болды ма осындай? Қоштасу кешіне байланысты. Қоштасу кешіне? Ерекше бір тақырыппен мүмкін. Болды, әрине 5 жылдың ішінде әртүрлі тақырыптар болады. Бірақ статистикамен салыстырғанда көбінесе 70-80% классика түрде өтеді. Ал ең ерекшесі? Ең ерекшесі енді көбі біледі, мысалы, соңғы 2-3 жылда бір Оскар стилі жақсы өтеді, тематикасы, гангстер стилі жақсы өтеді, осындай стильдер жақсы өтеді. Жарайды, жаңа біз 500 мыңды енді қанша оқушыларға шамамен сыныпта 30 баладан ба? 20 мен 30 баланың аралығында болады. Бір бала басына қанша ақшадан түсіп тұр? Сонда осы 500 мыңды 30 балаға бөледі, ол жағынан ата-аналар қарастырады, 20 балаға ма, 25 балаға ма, 30 балаға ма бөледі. Содан басқа жаңағы 500 мың ішіне осындай винетка, видео, фотосъемка кірмейді. Бұл тек қана безендіру, лимузин, шоу-программа. Осы ғана кіреді. Винетка мен видеосъемка? Винетка мен видеосъемка, енді жаңағы винеткаларды айтып өттік. Бұлар 6 мың мен 10 мың аралығында болады, әр түлек басына. Ал видеосъемка әр түлек басына осы жылы 12 мың мен 15 мыңға дейін барады. Оның ішіне біз негізінде тек қана мектеп бітіру кешін ғана түсірмейміз. Біз 25 мамыр күні соңғы қоштасумен, мектеп қоштасу болғанда түсірілім жасаймыз 2 сағаттық. Сосын 17 маусым күні вручение дейді. Вручение күні 2-3 сағат жаңағы түлектерді түсіреміз. Содан кейін енді бірнеше күннен кейін негізгі банкет болған күні біз банкеттің басынан таң атқанша дейін сол жерде боламыз, жұмыс істейміз, қызмет көрсетеміз. Рахмет, Гүлден ханым. Ал құрметті мектеп бітірушілер, және де ең бастысы ата-аналар 500 мың теңге деген баға ол қатып қалған емес. Өйткені неше түрлі ивент агенттіктер бар, бағалары да әртүрлі. Негізі сол кешті өздеріңізде ұйымдастырсаңыздар болады. Ең бастысы балаларыңыздың қоштасу кеші ұмытылмастай өтсін. Айнұр, айтыңызшы, алғашқы өлеңді қайда жаздыңыз? Мектепте. Ал үшбұрышты хаттарды қайда алдыңыз? Мектепте. Алғаш мектепке жасаған қадамың, өмір табалдырығын аттағаның. Алғашқы қоңыраудан басталған әрекетіңнің жалғасы да, алғашқысы да бәрі осы мектеп қабырғасында өтеді. Олай болса, мектеп қабырғасымен қоштасып жатқан жас түлектерге сәттілік тілей отырып, біз сіздермен қоштасамыз. Біздің виде кездескенше.